Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте керемет қытырлақ фри жасап үйренетін боламыз. Егер менің каналыма тіркелмесеңіз, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен картопымызды ашып, жақсылап, тазалап жуып аламыз және дәл осы видеодағыдай етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Туралған картоптарымызды міндетті түрде осындай сулықтың бетіне жайып қоямыз, себебі қазір оны жақсылап құрғататын боламыз. Картоптарымызды дәл осылай салфетканың көмегімен мұқият құрғатып шығамыз. Құрғағанына міндетті түрде көз жеткізіңіздер, себебі картоптың құрамында су болса, ол дұрыс піспейді және шик сияқты болып тұрады. Дәміне қарай тұз салып, жарты қасық паприка салып жақсылап араластырамыз және салфетканың бетіне төсейміз. Тағы да бір қайтара құрғатып шығамыз және қатты отта қызып тұрған майға қуырып аламыз сарғайғанша. Майымыз міндетті түрде қатты қызып тұру керек. Фрейіміз сап-сары болып пісті. Енді салфетка төселген тарелкаға түсіріп аламыз. Салфеткамыз бойындағы бүкіл майды өзіне сіңіріп алу үшін. Біздің фрейіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Аз ғана уақытыңыз алатын өте тиімді, оңай әдіс. Рецептім ұнаса, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Каналымда күнде дәмді, оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан мен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.